Ұзын шашымды неге қиып тастадым? Менің шашым осындай бөкседен келетін ұзын қолаң шаш қыз жібек едім ғой. Мынау до деген видео, мына жерде үйден суретке видеоға түсіп кеттім, осылай қарап тұрғандарыңыздай. Отырып кеш батқанда үйден шығып кеттім. Үй жақтағы бүткіл салондарды аралап шығып бағаларын білдім. Біріншісі 5000, екіншісі 4000, 10-шысы 11-шісі деп кетіп қалсаң ойнап едім. Ең соңғысына кіре салсам 2500 теңгеге қиямыз дейді сол осы салон. Мына кісі артымдағы кісімен қазір шашымды қияды, мына жерде түсіріп алып жатырмын. Бірінші шашымды сулады, әйтеуір сонымен өте шоқтап, мына жерде сықитып қиып берді ғой. Қараңыздар, күшті шашым дейтін жеңіл болып қалды ғой. Қиып берген кісі де риза, қидырған мен де риза. Короче, бір-бірімізге риза болып тұрмыз мына жерде. Басымнан бір жүк түскендей болып, жеңіл болып қалдым. Ал енді осындай қысқа шашқа үйренбеген мен мына жерде шашымды жайып, мәз болып келетін красавица болды. Қыздар, егер де шаштарыңыз өсіп кеткен, ұшталып кеткен, әбіржеп кеткен болсаңыздар, мен сияқты салонға барып шаштарыңызды қидырып алыңыздар. Айтпақшы, мен бұны 3 ноябрьде қидырғанмын ғой. Уже бір ай болып кетіпті ғой. Ал сен шашыңды соңғы рет қашан қидырдың?